Енді күніне 2 жұмыртқа жесеңіз не болады? Ағзаңызда қандай өзгерістерді байқайсыз? Бүгін сол туралы әңгіме қозғаймыз. Жұмыртқаның құрамындағы фосфаттар қан құрамын тазалап, ағзаға пайда келеді. Армысыздар, видеоны соңына дейін көріп, арнаға жазыла кетіңіз. Көбінде жасөспірімдері күніне 2 жұмыртқа жесе, болашақта өздерін түрлі қауіпті аурулардан сақтайды. Сонымен қатар, аяғы ауыр келіншек те осы жұмыртқаны жесе, дені сау бала туады. Жұмыртқа фолий қышқылына бай. Ол баланың дамуына пайдасы зор. 2 жұмыртқа күнде жеген адамның дене бітімі әдемі болады. Ол салмақ тастауға пайдасы керемет. Күнде таңғы асқа үзбей жұмыртқа жеуді әдетке айналдырыңыз. Оның нәтижесін сіз көп күтпей-ақ байқайсыз. Онымен қоса өзіңіздің ағзаңыздағы аса маңызды органдардың бірі бауыр да сізге рахмет айтады. Оған қоса бұлшық ет те өседі. Спорттан кейін жұмыртқа жеу ол аса пайдалы. Тағы кереметі, үзбей таңғы асқа 2 жұмыртқа жеген адамның гемоглобині көтеріледі. Айта берсек, пайдасы шексіз. 2 жұмыртқаны өзіңіздің қалауыңызша таңғы асқа дайындап, пайдасын ағзаңызға беріңіз. Ол қайнатқан күйі, қуырған күйі, шикідей барлығы өз талғауыңызда. Ескерту: жұмыртқа таңдағанда сақтау мерзімі аса маңызды. Жұмыртқаның сыртына жазылған сақтау мерзімін мұқият қараңыз. Және сонымен бірге Д әріпі жазылған болса, ол жұмыртқаны 7 күннен артық сақтауға болмайды. Жұмыртқаны сілкіп көріңіз. Егер жұмыртқа жеңіл болса, ол тағамның ескіргендігі. Және үй жағдайында тұзды суға салып көріңіз. Судың бетіне қалқып шыққан жұмыртқа ол товардың ескіргендігін білдіреді. Жұмыртқаны пайдалы болу үшін кәрі адамдар күніне 1-2 данасын жесе жеткілікті. Жас адамдар күніне 2-3 жұмыртқаны тұтынған дұрыс. Бұлшық етін өсіргісі келген ер адамдарға күніне 5 данаға дейін жеуге болады. Әрине, бұның барлығы сіздің ас қорытуыңызға және өзіңіздің талғамыңызға тікелей байланысты. Енді ең дұрысы жұмыртқаны қалай тұтынған жөн? Қайнаған жұмыртқа қуырғанға қарағанда пайдалырақ. Тағы да бұл өзіңіздің талғамыңызға қарай. Ал шикі жұмыртқа қайнағанға қарағанда пайдалырақ. Дегенмен оның зияны да бар. Шикі жұмыртқа инфекциялық ауру тудыруы мүмкін. Ағзаға түскен аса қауіпті ауруды кәрі адамдар мен жас балаларға қауіпті болып саналады. Дегенмен жұмыртқамыз Б дәруменіне бай, адамға пайдалы. Күнделікті таңғы асқа жұмыртқаны пайдалану жоғарыда айтып өткендей, сіздің денсаулығыңызға өзіндік дәрумендерді беру арқылы түрлі ауруларды алдын алады. Және сіздің дене бітіміңізді де әдемі қалыпқа қарай өзгертеді. Арықтағысы келген адамдар өзінің талғамына қарай нутрициологтың және дәрігердің кеңесімен тұтынуы керек. Және салмақ қосқысы келген, яғни бұлшық етін өсіргісі келген адамдар дәл солай өзінің маманына жүгіне отырып, өзінің талғамына қарай пайдаланады. Жұмыртқа жеу пайдалы екен деп
ас қорыту яғни асқазаныңызға зиян тигізіп алмаңыз. Жұмыртқаның пайдасы бар, бірақ әр нәрсені өзінің нормасымен пайдаланған жөн. Жұмыртқаны беретін тауықты да күтіп баптап, уақытымен дұрыс тамақтануына, түрлі дәрумендерді, вакциналарды алуын қадағалаған жөн. Денсаулығыңыз өз қолыңызда. Аман болыңыз.